Ассалаумағалейкум. Сіздермен 14 жылдық тәжірибесі бар ОБТ эксперті Шүкір Әлімхан. Біз бүгін андай бір есепті қарастырып көрейік. Бізге мынандай есептер өте сирек кездеседі. Мұнда берілген шарт бойынша суретте берілген теңсіздіктің шешімін табыңыз дейді. Жақсы, бізге андай график беріліпті. Енді бұл жерден біз бірінші неге қараймыз ең бірінші кезекте? Мына түзудің қалай берілгеніне. Егер түзу үзік сызықпен берілсе, теңсіздік белгісі үлкен немесе кіші деген болады. Ал егер теңсіздік жалғанып сызылса, ол кезде үлкеніне тең, кішіне тең белгісі болады. Демек, біз мына нұсқадан бірден А және С жауаптарын алып тастасақ болады. Бізде екі жауап қалды. Енді бұл екі жауаптың қайсысы болатынын білу үшін мына түзудің теңдеуін жазу жеткілікті. Бізде мына нүктенің координатасы 3-2, ал мына екінші бір нүктеміздің координатасы 2-4. Енді бізде түзудің жалпы теңдеуі y тең kx плюс b. Осы жерге мына нүктелеріміздің координатасын қояйық. X-тің орнына 2-ні қойсақ, 2k плюс b тең 4-ке. X-тің орнына 3-ті қойсақ, 3k қосу b тең 2-ке. Енді осы екеуін бір-бірінен азайтып жіберсек, минус k, b минус b жойылады, тең 2-ке. Яғни мұнда k минус 2 екенін тауып алуға болады. Ары қарай орнына қойып жіберсек, 2 көбейту минус 2 қосу b тең 4-ке. Мұнда минус 4 шықса, оң жағына плюс 4 болып өтсе, b тең 8-ге болады. Жақсы, демек, түзудің теңдеуі y тең минус 2x қосу 8 болады екен. Демек, біз дұрыс жауаптың d болатынын жеп-жеңіл тауып алуымызға болады. Ал енді егер бізде мынандай болса ше, егер мына варианттардың қатарында y кішіне тең минус 2x қосу 8 деген вариант болса ше, ол кезде қалай ажырататын ек? Үлкеніне тең, кішіне тең қайсысы болатын? Ол үшін былай жасайсыңдар оқушылар. Мына боялған жерден нақты бір нүктенің координатасын тауып аламыз. Кез келген нүкте бола береді негізі. Мысалы, мына жерден бір нүктені алсақ болады. Мына 2-нің тұсынан айтайық, мұнда қандай нүкте ұнап тұр сендерге? Айталық, мысалы, 6-да 2 деп бағаласылайық. Кез келген нүктені ала беруге ол жалпы боялған бөліктен кез келген бір нүктені. Сосын мына y теңді жазбаймыз, минус 2x плюс 8 деп қоямыз да, 6-ны x-тің орнына, 2-ні y-тің орнына қоямыз. 2. Мұнда минус 2 көбейту 6 қосу 8. Мұнда минус 12, оған 8-ді қоссақ, минус 4 шығады. Мұнда 2. Қайсысы үлкен? Әрине 2 үлкен. Демек, белгі үлкеніне тең болып тұру керек екен деп нақты осылай тауып аламыз. Яғни кіші емес, үлкен жағдайы болатын. Әдіс ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Каналға тіркеліп алыңыздар және төмендегі менің Instagram парақшама тіркеліп қойыңыздар. Барлықтарыңызға рахмет.